Еркенің жетістіктерінің құпиясы неде? Еркеде бәрі бар. Жас жігіттер, жас иіс, көп просмотр, ұзақ уақыт халықтың талқысынан түспейді, атақ, бүкіл бағдарламадан шығады, мүсіні әдемі, семірмейді. Сәлем құрметтім, менің арнама қош келдіңіз. Сізбен бірге мен, психолог, сарапшы маман Эльвира Ерғалина. Бұл жоба танымал жандардың берген сұхбатына, образына, іс-әрекетіне сүйене отырып жасалатын психологиялық талдау. Адам іздеймін жобасының бүгінгі бас кейіпкері әр ісі, әр сөзі, әр қимылы, әр әні, әр клипі хит болатын Ерке Есмахан. Еркеде бәрі бар. Жас жігіттер, жас иіс, көп просмотр, ұзақ уақыт халықтың талқысынан түспейді, атақ, бүкіл бағдарламадан шығады, мүсіні әдемі, семірмейді. Жалпы Еркенің осынша уақыт ел аузынан, ел талқысынан түспеуінің құпиясы не, оның жетістігінің құпиясы не? Дәл осы талдауда Еркенің образы арқылы, оның ішіндегі жан дүниесі арқылы іздеп көруге тырысамыз. Сондықтан дәл осы видеоны соңына дейін көріңіз, сізге пайдалы әрі қызық болады. Көпшіліктің көкейінде жүрген сұрақ: Еркенің жетістіктерінің құпиясы неде? Миымызға сыймайды, иә? Дәл осы талдауда бірнеше пунктті қарастырдым. Біріншісі, екі анасының да арман қалауын орындауы. Екіншісі, екі анасынан да сепарациялануы. Үшіншісі, ішкі баланы оятуы. Төртіншісі, эмоционалды қоқысты шығаруға көмектесуі. Бесіншісі, өзімен жұмыс және өзінің ресурстарын өте мұқият қолдана алуы. Басында ескертіп алайын, бұл талдауда айтылған ақпараттың барлығы 100% ақиқат емес. Ешкімнің жеке басына тиіспейміз. Тек қана сұхбаттарына сүйене отырып, өзін үлгі қылып алып, қоғамда кездесетін проблемаларды кеңінен тарқатамыз, жолын көрсетеміз. Ең бірінші пункт бұл Ерке Есмаханның екі анасының да арман қалауын орындауы. Мені шыны керек, ер азамат аялап әлпештеген өткен менің отбасында сол нәрсені көріп өскем. Әкем қалай менің анама қарайды, ағаларым жеңгелеріме, жезделерім менің апаларыма қалай қарайды. Егер берген сұхбатына сүйенетін болсақ, Ерке өте текті, үлкен әулеттің қызы, Ерке қызы аты айтып тұрғандай бауырлары бар, ата-анасы бар, сау бүтін отбасында өскен және кішкентай кезінен өнерге әкесі анасы баулыған. Әкем сол жерде мектеп директоры болып, одан кейін музыкалық мектеп кірпішін қалап сол жерде ашқан. Сол жерде мен екінші классымнан бастап домбыра үйрендім. Одан әрі қарай сол жаңағы байқауларға қатысып, сөйтіп мен әкем мені өнерге баулыды. Анам, әрине, мен анамның өзінің кішкентай кезінен арманы, менің арманымды қызым орындаса деген ниетпен мен де өнерге баулыды. Ерке енді сұхбат бере бастаған кезде анасының арманын орындап жүргенін айтқан. И мои родители, конечно, с детства моя мама в том числе мечтала, чтобы я была на сцене, я была актрисой или певицей. Главное, чтобы я была на сцене, чтобы она хотела меня видеть по телевизору. И я думаю, это ее заслуга, заслуга моих родителей. Және академияны бітірген соң не істейтінін білмей, біраз уақыт күйзеліске түскенін айтады. Яғни Алматыға арман қуып, тек өзінің ғана емес, анасының арманын қуып келгенде, ары қарай не істейтінін білмей қалған. Чувствовала уж себя ненужной. Мама меня утешала, думала, что теперь в Актюбинске останусь, как это. Конечно же, меня утешали, там в филармонии будешь работать, там петь будешь, ничего страшного, потом посмотришь. Бұл өте көп адамда кездеседі, өйткені туылғаннан бастап мектеп бар, универ бар, барлығы
жүретін жолың айқын, барлығы белгілі. Сабаққа барып келесің, тамағыңды ішесің, ойнайсың, ұйықтайсың, үй тапсырмасын орындайсың, ұйықтайсың деген сияқты бүкіл күнің қайда баратын жолыңның барлығы жазылулы, бекітілулі. Көп адам диплом алғаннан кейін қайда барарын білмей дәл осы еркенің күйіне түсері сөзсіз, өйткені ары қарай үлкен өмір күтіп тұр, не істерін білмейді, түсініксіз. Өйткені бұған дейін мемлекет тарапынан, ата-ана, қоғам, үлкендердің тарапынан нақты режим болған, кесте сызылып берген, ары қарай не істейтінін білмейді. Осы тұста егер көп адам өзінің қалауын, өзінің мақсатын анықтап, соған қарай жол бастайтын болса, әрине алға қарай жылжытатын бензинде ішкі энергиясы да көбейеді. Ал егер не істеймін, менен адамдар көп нәрсені күткен еді деп ерке сияқты ойланатын болса, онда өкінішке қарай артқа қайту болады. Әрине ерке де өзінің туған еліне қайтадан қайтқан. Меня сперва пригласили в группу Кеши на кастинг. И я туда пошла, конечно же, меня прослушали, и я понравилась, и меня оставили. Но мы в конце остались 2 девочки, но продюсера решили ее взять. Может быть, тогда у меня харизмы не хватало. И вот потом они мне сказали, ну ты будешь у нас, ну как бы записана, девочка, если у нас будут новые проекты, мы тебя позовем. И у меня уже без надежды, я уже закончила, диплом взяла. Мы с мамой уже улетели в Актюбинск. Және еркені кастингке шақырып алып алмағанын түсіндік, еркеде біраз ішкі мәселелер болғанын түсіндік. Және берген сұхбатына қарасақ, назар аударсақ, еркенің өте бір өзін қысып ұстап, ашық көрсете алмай, шынайы көрсете алмай, қорқақтап отырғанын байқаймыз. Яғни ерке жақсы қыз болған. Я начала петь с домброй. Конечно же, в ауле я стала знаменитостью уже. Уже меня все знали. И, конечно же, все меня поддерживали, мои родители, учителя. И меня отправляли на областные конкурсы. И там все началось. Бұл еркенің сөзіне сүйенетін болсақ, кішкентай кезінен түрлі жарыстарға қатысқан, конкурстарға, мектебінде де үздік болған, есейген шағында да үлкен студенттік өмірде де түрлі жарыстардан орын алған, жүлделі болған. Яғни бұл жерде үздік оқушы синдромын байқауға болады. Әрине бұл жаймыз, бәлкім еркеде олай емес шығар. Үздік оқушы синдромы көп адамға кедергісін келтіреді, әсіресе ересек өмірде, өйткені барлық жерде мен идеал болу керекпін. Бала күннен өзгелерге ұнау, өзгелердің бағасын алу, бестігін алу, өзгелер үшін өте ыңғайлы болу, дәл соған бейімдейді осы үздік оқушы синдромы. Және оны мына жерде негізі сахнаға шыққан Shine Production'де Баян Есентаеваның продюсерлік орталығында, соның қарамағында жұлдыз болып жүрген кезі, енді ғана жеке әнші болып шығып жатқан кезі, десе де әлі де еркенің бойынан мен қателесіп кетпейін, мені жақсы көріңдерші, мені жақсы қабылдаңдаршы деген әрекетін байқауға болады. Яғни бұл жерде әлі күнге ерке жақсы қыз. Смотрю программу, я вижу уже свои минусы, не минусы, а большие прямо мои ошибки. Ну, не судите так строго. В будущем все будет хорошо, я вам обещаю. Және осы үздік оқушы жақсы қыз синдромы өкінішке қарай көп қыз баланы әсіресе ер балаларды да жеке өмірде сәтсіздікке, қателіктерге, түрлі ажырасуға, тағысындағы көп нәрсеге алып келеді. Және сәтсіз, шынайы махаббатсыз отбасын құруға, қателесуге алып келеді. Бұл қалай? Үздік оқушы болып үйреніп қалған, немесе жақсы қыз болып үйреніп қалған адам, өзгеге ұнап үйреніп қалған адам, өзгенің бағасын алып үйреніп қалған адам, ер адам назар аударғанда, көңілін аударған кезде, жақсы баға бере бастаса, құрметтеп сыйлай бастаса, өкінішке қарай ол мен өте қатты ұнап тұрмын, бұл махаббат деп қателесу әбден мүмкін. Сондықтан өте тез арада одақ құрып, өте тез арада
тұрмысқа шығып, мен семья болам, мен семья тыныш өмір сүргім келеді, барлық адам сияқты деп шын ниетіммен солай кеттім. Және де жүкті болдым тұрмысқа шыққаннан кейін. Бір ай ғана кездесіп, мен тұрмысқа шығып кеттім. Мен соншалықты танымадыңыз, иә, таныдым деп айта алмаймын, бірақ соншалықты мен сол кісіге сендім. Соншалықты сол бақыт құшағында күйеуге шығып, сол жерде бақытты болам деген өзім бір жаңағы өзіме мақсат қойып солай кеттім. Топтан кеткен себебім де сол. және келіндік өмірде де ыңғайлы келін болады, үздік келін болуға тырысады, үздік оқушы ол жақта да қалмайды. Содан кейін ұзаққа созылмады, жүкті болдым, ауылда болдық. Менің сүрген өміріме қарама-қайшы өмір болды. Мен келін болдым ол жерде. Бәріне төзуге үйрендім. Мен өтірік айтпай қояйын. Жұмысты бірақ енді барымша жаңағы тиесілі нәрсенің бәрін істедім. От та жақтым, отқа тамақ та жасадым, ауланы да сыпырдым. Бәрін енді ол сондай қазір ойлаймын, соның бәрін қалай істегенмін. Қазір соны жаса десе, жасамас едім, шыны керек. Және бір күні шаршайды. Өйткені қатты қажып кеттім сол кезде. Мені жүкті бола тұра, маған қол көтерген кездер болды, қатты. Мен сол кездері көп қатты депрессияға түстім, өзім жүкті болып жүрсем де. Шыны керек, 9 ай бір сондай күйзелісте болдым. Сөйтіп әйтеуір Алланың қалауымен бірінші өзімнің де бір мықтылығыммен деп ойлаймын. Анамның маған көрсеткен қолдауымен, негізі еріксіз көрсету керек қой бұл жерде қолдауды, менің өткені жарым бола тұра, анамның қолдауымен сөйтіп әйтеуір ұлымды дүниеге алып келдім. Өзгелерге ұнау, өзіңді ысырып тастау мүлде бұл өкінішке қарай көптеген кикілжіңге, ұрыс керіске, түсініспеушілікке алып келетін жағдай. Тағдырымыз солай жазылды. Мен шешімді мен қабылдадым ажырасуға. Жалғыз басты ана болам деп қорқытпадыңыз? Жоқ, ондай ойлаған жоқпын. Өйткені бір-ақ нәрсе тұрды ойымда. Өмір бойы осылай, бір жылдың ішінде осындай нәрсені көрсем, өмір бойы олай көргім келмейді дедім. Еркенің бірінші некесінде осындай жағдай орын алғанын түсіндік, білдік. Ал енді екі анасы деген кім? Бұл бірінші әрине арманын орындаймын деп жүрген өзінің анасы, ал екіншісі бұл продюсері. Яғни Баян Мақсатқызы. Студент қыз едім. Мен енді бітірер кезімде, академияны бітірейін деп қалған кезімде, шын бір үлкен ойға түстім. Қалай болады әрі қарай, мен өмірімді елестете алған жоқпын. Сол кезде маған жол сілтеген, маған көмек берген сол кісі. Екі анасының да арман қалауын орындауын Еркенің өз аузынан естідік. Бірінші туған анасының бала кезден арманы болса, ал продюсер бұл Еркеге сырттан қарайды. Еркеге өзінің көзқарасын, өзінің қалауын, өзінің талғамын орындата бастайды. Яғни бұл жерде Ерке орындаушы, яғни үздік оқушы. Мне кажется, когда вот наш продюсер создавал группу НКАР именно, была концепция именно сделать некий такой образ таких казахских, воспитанных, таких нежных вот девушек. И нас, конечно, народ сразу же принял, воспринял, и мы тогда были, не побоюсь этого слова, популярны. Еркенің жетістігінің кірпішін қалаған ол туған анасы. Менің арманымды орында деп айтқанымен, негізі Еркенің өзінде де өнерде жетістікке жету арман болған. Егер өзінің арман қалауы болмаса, ол баяғыда сахнадан кетіп қалар еді. Но, конечно же, я не перестала мечтать. Я мечтаю о грандиозном. Вообще, я сама иногда мечтаю и думаю, Ерке, как ты могла? Демек, анасының арманы өзінің арманы болған. Және екінші анасы бұл Баян Алагөзова, әлде Есентаева, Еркенің жетістігіне кірпіш қалаған жандардың бірі. Келесі пункт бұл дәл осы екі анасынан керек кезде сепарациялануы, яғни психоэмоционалды тұрғыдан ажырауы.
Жалпы Еркенің сұхбаттарына сүйенсек, ол ұзақ уақыт өзінің продюсерінен кеткісі келмеген. Бұл жерде мен кеткім келмейтіні, мен Баян Мақсатқызына кедергі келтірмеймін, Баян Мақсатқызы маған кедергі келтірмейді. Біз бірге сондай бір тандемде, гармонияда жұмыс жасаймыз. Сондықтан да бұл жерде менің шыны керек, бәрібір кеткен кезде бір ортадағы бір жіп үзілетін сияқты болып көрінеді маған. Тіпті Төреғалимен дуэт айтып, алу әннен кейін бірден таныла бастағанның өзінде де, тіпті продюсері сен жеке әнші болып шығуға ендігісі өзіңнің күшіңде, өнеріңде, даусыңда жетеді, бара берсең болады дегеннің өзінде Ерке кеткісі келмеген, ыңғайлы осы жерде, бәлкім қорқақтаған шығар, бәлкім әлі ішкі тірегін қалыптастырып үлгермедім деген шығар. Алайда продюсері Баян Есентаеваның жеке өмірінде болған шулы оқиғадан кейін тез арада Ерке өзінің етек жеңін жинап, тез заттарын жинап, тез арада сепарациялануы керегін түсінген сияқты, және дәл осы тұста өзімен өте жақсы жұмыс жасалғаны, немесе айналасындағы жандардың өте жақсы бағыт-бағдар бергені байқалады. Тіпті оны біз мына бір сұхбатынан байқаймыз. Мен қазір әдемі көйлекті киіп, әдемі боянып, шашымды жинап, әдемілеп күліп, әнімді айтып отырғаным, тек топ етіп осы жерге түскен жоқпын. Шыны керек, мен 1 жыл бұрын басқа едім, тіпті 1 ай бұрын басқа едім, тіпті оның алдында 3 ай бұрын басқа едім. 3 айдан кейін мен басыма тағы сынақ түсті. Сондай халықпен бірге сондай отырып, жаңағыдай әңгімелесетіндей сынақ түсті. Одан бұрын 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, оның алдында мен мүлде басқа Ерке едім. Мен әлі өмірді білмейтін едім. Әлі мен түсінбейтін едім, сүріндім. Ай, Ерке, сенікі дұрыс емес. Өзімнің түсінген кездерім болды. Сондықтан да қазір сіздің алдыңызда 3 жыл бұрынғы Ерке емес. Қарасаңыз, менің сырт келбетімде бұрынғы Ерке емес. Өйткені мен ішімде түйгенім бар, білгенім бар, сынақтан өткенім бар. Мен қазір басқашамын. Көзқарасым да басқа, түсінігім де басқа. Баяғы сенімсіз, жақсы көрінсем екен, мені жақсы көріңдерші, қателесіп кетпесем екен, мен сондай имнабатты, ибалы қызбын деп отырған Ерке жоқ. Ендігісі қатайған, журналистердің манипуляциясына нық-нақ жауап беретін, және де өзін кінәлі сезіну жоқ, ақталу жоқ, тіпті агрессиямен өзін қорғай алатын, өзінің бағасын білетін Еркені байқауға болады. Тек қана шет жағасы. Өйткені қара күйенің бәрі маған келіп жағылғасын, мен өзімді әрбір пенде, әрбір адам өзін қорғау керек қой, өтіріктен, жаладан. Бәлкім бұл сепарацияның жүруіне өзінің танылуы, тәжірибесі, біраз жайттарды бастан өткеруі әсер етуі де әбден мүмкін. Десе де Еркенің ары қарай танымал болып кетуіне дәл осы сепарациялану процесі өте керемет көмегін тигізген, тіпті жетістігінің басы деп айтуға болады. Ата-ананың қалауын, арманын орындау деген ол жаман нәрсе емес, ол өте жақсы. Керісінше, егер олар бізге дұрыс бағыт бере алса, қолдау көрсетсе, біздің өмірлік жолымызды табуға, немесе өзіміздің бойымыздағы қабілеттерді ашуға өте жақсы көмегін тигізеді. Есейеміз, нық тұрамыз, бізде қабілет, тәжірибе көбейе бастайды, және белгілі бір жасқа келгенде, бәлкім 30 жастың айналасында, бәлкім 20 жастың айналасында, жалпы бұл сепарация 18 жастың айналасында болатын нәрсе. 18-ге толған соң ұямыздан ұшып кетеміз. Яғни әркімге әртүрлі 20-30 жастың айналасында жүргеннен кейін адам ішкі құндылықтарын, өзінің мақсат қалауларын бір ойланып, бір саралап алғаннан кейін тез арада нық қадаммен алға басады, өзінің қалауын орындайды, өзінің шығармашылығына бар ресурсын салады және содан ләззат ала бастайды. Ең бастысы өзінің жасаған әрекеттерін мен жасадым, менің қалауым, менің шығармашылығым деп өзі меншіктей бастайды. Оны Еркеден де байқаймыз. Ендігісі Ерке анасының қалауын орындап жүргенін, анасының арманын орындап жүргенін айтып жүрген жоқ. Ендігі сұхбаттарында бұл өзінің шығармашылығымен айналысып жүргенін анық айтады. Оны өз сөздерінен де байқаймыз.
сол бір жылдан кейін өзімді іздедім енді. Сығанша ән айттым, тойдың әнін айттым, сахнаның айттым, лирикалық әндер айттым, әйтеуір өзімді іздеп, содан кейін олар жаман ән болған жоқ. Олардың барлығы қазір тыңдасам, мен өзім қазір ойлаймын, ерке осы әндер қандай өте керемет әндер. Жалпы өмірде өз орнымызды табу үшін, өз мақсатымызды, өз көзқарасымызды, өз талғамымызды жасау үшін ең алдымен ата-анадан сепарациялану керек. Ол ата-ананың жанынан көшіп кету емес, керісінше бірге тұрсаңыз да, бірге өмір сүрсеңіз де, немесе бөлек қалада тұрсаңыз да, іштей ата-ананың алдында қарыздар, өзіңізді кінәлі сезінбес үшін, мынаны жасасам ұят бола ма, ұят болмай ма, не дейді екен деп айналаға ешкімге жалтақтамай, маған жоғары баға қойса екен, мен үздік болсам екен, мені қабылдаса екен, жақсы көрсе екен деген ішкі қорқыныштар, ішкі кедергілерден арылып, мен ендігісі есейдім, ата-анама барлығы үшін рахмет, осы уақытқа дейін сіңірген махаббаты, еңбегі, тәрбиесі үшін ары қарайғы өмірімді өзім алып кетемін деген жауапкершілікті алу. Сондықтан сепарация өте маңызды. Бұл психолог мамандардың, терапияның көмегімен болады, ішкі жан дүниемізде болатын процесс. Бұның барлығы, әсіресе психология не керек дейтін адамдар, тіпті жеке өмірді сәтті құру үшін, күйеуге шығып алып ажырасып кету, үйленіп алып ажырасып кету деген өмірдің бір кедергілеріне, соққыларына ұрынбас үшін де ең бірінші ата-анадан сепарацияланып алу өте маңызды. Өйткені күйеуге шығайын деп тұрған адамың жылы сөз айтқаны үшін, жақсы көргені үшін, немесе бір мақтағаны үшін мамаңа немесе папаңа ұқсап кетуі мүмкін. Ол жерде жігітті емес, немесе сүйікті қызыңды емес, өзіңнің ата-анаңның проекциясын көре бастауы мүмкін. Сондықтан сіңлілерім, құрбыларым, сепарация деген өте маңызды. Әйтпесе, дәл осы бір ғана пункт сепарацияның дұрыс дәл уақытында жүрмеуінен өкінішке қарай қанша отбасы қирады, біраз ситуацияларға кезіккеннен кейін ажырасып жататындар бар, және қаншама балалар осы ажырасқан отбасының ортасында қалып қойып жатыр. Әрине, бұл жағдай менің өз басымнан да өткенін сіздерге айтып өтейін. Бұл мәселені енді мен жеке парақшаларымда айтып жүрмін. Еркенің жетістіктерінің үшінші пункті бұл ішіндегі баланы оятты. Физикалық тұрғыдағы бала емес, әрине, бұл психологиялық жағынан қарағанда. Түсіндірейін. Ғалым Эрик Бьорн адамның ішінде 3 күй болатынын жеткізеді. Бала күй, іштегі бала бейне деп жатады, және ата-ана күй, яғни іштегі ата-ана, және ересек күй. Біз балалығымызда қандай болдық, нені өткердік, нені сездік, оның барлығы біздің жан дүниемізде бар, естеліктеріміз бар, жадымызда барлық сезінген нәрселер сақтаулы. Яғни бұл біздің бала күйі, травмасы бар, немесе қысымы бар, подавленный деп айтамыз, сезімдері өлген бала күй, немесе керісінше ашық жарқын, кәдімгі ерке, қалауының бәрін ашық білетін, не қалайтынын қысылмай айтатын, ортаға шығып алып көйлегінің етегін ұстап, ән айтып беретін, тақылдап тұрып, тақпақ айтатын бала күй болуы мүмкін. Және де іштегі ата-ана күйін біз өзіміздің ата-анамыздан көшіреміз. Егер ол бізге суық болса, біз өзімізге суық боламыз, назар аудармаймыз. Егер ата-анамыз бізге үнемі агрессия көрсетіп, ұрысып, бір сын айтып, мін айтып, көңілі толмай, сен дұрыс істемедің, жұрттың баласын қарашы, біздің жұрттың ыбырайы, біздің ыбырай сұмырай дегенде, яғни сізге үнемі агрессия көрсете беретін болса, есейген соң ата-анаңыздың жанында болмасаңыз да, дәл сол әрекетті, дәл сол қатынасты өзіңізге өзіңіз жасауыңыз әбден мүмкін, яғни бұл аутоагрессия болады. Ал
бұл жерде не бала күй, не ата-ана күй сау болмаса, ішкі ересек күйде сау болмайды. Тіпті ересек болуы да мүмкін емес. Бұл жерде кезектесіп, қателік жасап, өзіне ұрсып, өзін жазалап, яғни осылай кезектесіп жүреді. Бұны Еркенің енді ғана сахнаға шығып жүрген кездерінен байқауға болады. Іште жалтақтап отырған, мені жақсы көресіздер ма, мен бір нәрсені қателесіп қоймаймын ба, ұрыспайсыздар ма деп етегін шұқылап тұратын, немесе қысылып отырған, барынша өзін ұстап, тәнін де барынша ұстап, жақсы көрініп, идеал болуға тырысып отырған Еркені байқаймыз, және іштен өзіне өзі идеал бол, ибалы бол, инабатты бол, артық сөз айтпа, сен қазақтың қызсың, ұят болады, тағы түрлі шектеулермен, сен өзгеге ұнау керексің деген сияқты түрлі шектеулермен өзін өзі басып отырған ата-ана күйі мен бала күйінің арасындағы конфликтті байқаған едік. Ал продюсерінен кеткеннен соң, яғни сепарация процесінен жүргеннен кейін Ерке мүлде басқа болып жарқырап шыға келді. Бәрі бұрынғыдай. Ештеңе өзгерген жоқ па? Өзгерген жоқ. Кішкене ақыл кірген жоқ та? Жоқ, әлі солай еркелеп, солай жүрмін. Өйткені мен жүрегіме сенем, менде интуицияма сенем, бір сондай күшпен жүрмін. Енді айтып жатады ғой, жаңағы көп нәрселерді не дегенмен алдын ала ойлап, жоспарлап жасау керек. Аналитика жасап, сіз сияқты. Кейбір жерде үндемей қалып, қатты менің күлкім жер жарады. Қатты күлмеу керек кездер болады. Болмаса бір қатты сөйлемеу керек. Бір өзіңді етіп, жаңағы алдыға түсіп алып, жүрмеу керек кездер болады, сондай кезде шамалы ұмытып кетесің. Өте еркін, сезімдері ояу, өзін кемшіліктерім деп айтқан нәрсесін кемшілік деген сөзді қоспай, керісінше мақтан ретінде, өзінің ерекшелігі ретінде айтады. Шашыңды неге үнемі үстіп жүресің, жалпы? Мен шашымды үстіп жүретінім, менің құлағым қалқан құлақ. Міне. Және әлеуметтік желіде біз Еркесі маған келеді дегеннен кейін. Мен бұл өзімді жұбатып қоям, мен сондай таланттымын, слухым күшті деп, сондықтан да деп. Өзін жақсы көретінін, өзіне өзі ұнайтынын, өзінің өзгелерге де ұнайтынын, сұлулығын, барлығын еркін көрсетеді. Мен жаңа айтып тұрмын, бақытты жанмын, өйткені мен өзімнің сүйікті ісіммен айналысып жүрмін. Сондықтан да екеуі де маған қиын емес. Бірінші маған қанаттарым пайда болып, әнді іздеймін, оған сөзді ойлаймын, өзім қалай болу керек, содан кейін оның жаңа өңдеуі бар, жазуы бар, дауысты қалай шығару керек. Ол керек пе, әлде ол керек пе, сондай бәрін ойлаймын. Одан кейін барып, оны енді мен жаңағы халыққа бір немен жеткізуім керек та, сол әннің эмоциясын. Сондықтан да оның ешқандай қиыншылық жоқ. Мен керісінше сол жұмыстан ләззат аламын, сол процесстен. Құрмет қошеметтеріңіз, өзінің сүйікті ісімен айналысып жүрген адам бақытты деп жатады. Иә, әрине. Және шығармашылығында өзінің қалауы келді. Байқасаңыз, бұған дейінгі әндері қайда, ал оға дейінгі әндері продюсердің шешімімен, саунд продюсердің шешімімен, яғни өзгелер шешіп береді. Ерке тек орындаушы болып жүрсе, солай сияқты болжаймыз. Ал өзі бөлек шыққаннан кейін өзінің қалауы, өзінің шығармашылығы, өзінің көзқарасы алға қарай шыққан. Яғни адамның бойындағы бала күйі еркін болған кезде түрлі идея, түрлі креатив, шығармашылық жалпы артады, ал бұл шығармашылықтың энергиясы адамды өсіреді. Жалпы Еркені танымал еткен сұхбаттарына сүйенсек, бұл ең бірінші өзінің ішкі бала күйін оята алуы, ішкі еркіндігі сияқты. Ең басты мен ұйқының адамымын, қолым тисе ұйықтаймын тек. Сен бүгін ерте тұрдың, негізі сен ерте тұрмайсың бұлай. Кешірек ұйықтаймын, бір 2-3-терде, содан кейін авиарежимге қойып қоямын да, келесі күні өзім қай кезде тұрғым келеді, тұрамын. Менің бір кемшілігім сол шығар. Мен қалай бар, жүрегім қалай сезеді, санам, ақылым қалай маған жол көрсетеді, мен солай жүремін. Қыздар әсіресе
маған неге жігіт қарамайды, мен неге тұрмыс құра алмай жүрмін, неге қиын деген сияқты түрлі сұрақтарды қоятын қыздар бар ғой. Әсіресе мен сабақты да жақсы оқыдым, жұмысым да бар, табысым да бар, бірақ жеке өмірім болмай жатыр деген қыздар. Ең бірінші осы ішкі күйді, әсіресе внутренний ребенок деп айтамыз, соны емдеу керек. Яғни ол балалықтағы травмалар, сезімдерді тірілту, эмоциялармен жұмыс істеу, жалпы осы күйді ояту, қалауың сол кезде оянады, және өзің тірі боласың. Өзіңе қызық бола бастайсың, сондай-ақ жігіттерге қызық бола бастайсың. Өйткені кішкентай сүйкімді ерке қыздың қылықтары қосылған кезде бойжеткен тәтті бола бастайды және ашық бола бастайды. Бірақ айтып кетейін, ол жалғыз ғана жігіт емес. Менің өмірімде маған көңілімнен шыққысы келіп па, ұнағысы келіп па, маған сыйлық сыйлайтындар. Қымбаты да бар, романтический да бар, басқасы да бар. Гүлмен не істеп кететіндер ғой. Құтылып кететіндер ғой. Жоқ, оны әлеуметтік парақшаға салатындай, ол кісі өміріңде бір орны бар ма? Орын алады. Иә. Орын алайын деп алмай қалған. Еркенің сұхбаттарынан байқасақ, ер адамдардың назары өте көп ауғанын айтады. Үнемі сыйлық жасайтынын, көңілін білдіретінін айтады. Бұл шындыққа келеді. Шыны керек. Мен ешқандай да қысылмаймын, жігіттермен танысамын, сөйлесемін, мені білмейді емес, мені біледі, қалай болған бәрін жаңа жігіттер өздеріңіз айтып отқандай ашып бәрін оқып қарап алады ғой. Сондықтан да мен ол кезде жігіттер менімен сөйлесуге мен сөйлесемін, араласамын. Және еркенің осы ішкі күйі еркін болғандықтан, сезімдері тірі болғандықтан, жеке өмірінде өте жиі ауыс-түйіс болады. Енді кездесіп бастағанда өзімізше ойладық, ой, жасырамыз, ешкім білмейді, не істейді, ешкім білмейді, бірге көрмесе болды ғой деп сөйтіп ойлап жүрген кезде, ой, 2 айдан кейін Дубайға кетіп қалдық. Енді Алматыда спокойно жүре алмаймыз, Дубайға барайықшы деп. Сөйтіп Дубайда бізді ұстап алды, суреттер шығып кетті, видеолар шығып кетті, блогерлер бірдемелер жазып кетті, барлығы солай болып кетті. Содан кейін біздің тығылғанымыз 2 ай болды. Азамат пен Еркенің таңдауын тыңдармандар қолдай қоймаған. Өйткені екі өнерпаздың арасы 9 жас. Әсіресе Айзидің жанкүйерлері әнші Бикешке әлеуметтік желіде тыныштық бермеген көрінеді. Әрине, бұл біздің қатып қалған қағидаларымызға салатын болсақ, ойбай, ұят, не деген сұмды, қазақ қызы күлмейді, дауысын шығарып күлмейді, үндемей, кірпіктері төмен қарап, отырады бір жерде деген сияқты. Сондай түсініктер бар, бірақ ол стереотиптерді, ол шаблондарды ерке бұзды, яғни ішіндегі ашық, шынайы еркені атына сай ерке қызды көрсете алды, және ол ер адамдарға ұнады. Сондықтан оның жеке өмірінде де ауыс-түйіс өте көп. Байқасаңыз, ерке алғашқы некесіндегідей өзін құрбандыққа шалған жоқ. Үздік оқушы немесе ыңғайлы келіншек, ыңғайлы әйел болып, түрлі өзін басынуларға, өзіне жасалған түрлі шабуылдарға көніп жүрген жоқ. Ендігісі өзін бағалайды, самооценка деп айтамыз, немесе өзіне сенімділік деп айтамыз. Бұның барлығы еркенің жан дүниесінде болған процестер, және оның барлығы шығармашылығында көрініс тапты. Әрине, соңынан жетістік, атақ, ақша, танымалдылық, соның барлығы келді. Бұл киноның мен шынымен келгенде бас продюсерімін, және де... Бас продюсері! Әнші, бренд амбассадор, бас продюсер. Және де бас продюсер ретінде өзім басты қыздың рөліне өзімді таңдап алдым. Ерке есімі қандай. Яғни мінеке кастинг болып жатыр, мен кино түсірейін деген ой шықты. Бас продюсер ретінде кастинг келді, көптеген қыздар келіп жатыр. Сіз болмайсыз. Мен болам. Солай болды ма? Сіз болмайсыз. Айнаның қасына өтіп бар. Міне деген жер, Дәл солай бол. Бұны әрине мен тегін бәріне тараталар едім, менің мүмкіндігім бар. Бірақ тегін жақсатты болып бергім келсе де, көңілден шықпайды екенмін да, өйткені әр адамның
пікірі әртүрлі. Және еркенің ішкі еркіндігін, яғни өз қалауын түсініп оны орындап жүргенін, кино түсіргеннен, бас продюсер болғаннан, өз актриса болғаннан және күнделігін жасап жарыққа шығарғаннан байқауға болады. Яғни ешкімнің сөзінен қысылмай, ел не дейді, жұрт не дейді, мен тек әнші болып жүру керекпін, мен идеал әнші болу керекпін, мен тойға шықпау керекпін, мен сондай талғамы жоғары әндерді айту керекпін деген түрлі стандарттарға сүйенбей, өзінің қалауын жасап жүргеннен ақ ішкі бала күйі еркін екенін, тірі екенін байқаймыз. Сондықтан жетістікке жету жолында бұл пункт өте маңызды, ең негізгілердің бірі екенін айтпасқа болмас. Келесі пункт бұл еркенің халыққа тек өнер жағынан, тек ән жағынан ғана емес, эмоция жағынан да көмек көрсетуі. Яғни көптеген адамның эмоционалды қоқысын шығаруға көп себептер тауып беруі. Қазір түсіндіремін. Бірақ мен сеніп енді құрған отауым ойбай өлгенше деп айта алмаймын. Мен пендемін, мені де жаратқан Алла. Сол жақтан қалай бұйрық болады? Сол кезде ғана. Яғни өмірде түрлі жағдай болады, бәрімізде бір қиындықтар бар, сәтсіздіктер бар, қарыз бар, шешілмей жүрген проблема бар. Әйтеуір ашулымыз, жолымыз болмай жатады, немесе қайғы мұңымыз бар, шеріміз бар, іштей қорқынышымыз да бар. Соның барлығын бастан өткеріп жүрген кезде теледидарды қосып қалсақ та, әлеуметтік желіге кірсек те, радионы ашсақ та, жалпы үтіктің ішінен шығуға дейін шақ қалған жұлдыздар бар. Яғни алдымыздан мысалы ерке атып шығады. Ол өте сұлу, мүсіні қандай әдемі, талғамы өте әдемі, киген көйлектері, киімі, жалпы образы, жалпы өте сұлу қыз, сырт келбеті жағынан. Бұл жаңағы ашуланып, іштей түрлі агрессияны, түрлі күйді көтеріп жүрген адамның бірден жай сұлу болғаны үшін эмоциясын шығаруға, выброс жасауға бір себеп болуы мүмкін. Неге ол сұлу? Тек қана ол мен әнші болғаннан емес, мен ерке болғандықтан, мен әйел адам болғандықтан, сондай бір өсек аяң деп ойлаймын. Оның үстіне келіп, мен ән айта алмайды емес, айта аламын. Қызығушылық пен қызғанушылық тудыратын дүниелер ғой. Біз пенде болғандықтан мүмкін әйел адамдары көбінесе деп ойлаймын. Мен де ондай емес деп ойлау мүмкін. Неге мен ондай бола алмаймын деп. Және жай сұлу ғана емес, ол атақты, ақшасы бар, жігіттер деген ерке деп оның артынан жүгіреді, түрлі сыйлық жасайтынын айтады, және түрлі ток-шоуларға, жалпы телебағдарламаларға шығады. Тойға барсаң ерке, бүкіл назарды алып жатқан ерке, өзі де еркелеп, сондай нәп-нәзік болып, өмірден ешқандай қиындық көрмеген адам болып, дым болмағандай керемет образбен жүр. Және бір құпиясы бар ғой, қартаймайды. Жасы 100-ге келсе де, әлі 18-де деп өз айтқандай, ерке өзінің қалпын да өте жақсы сақтайды. Бұның барлығы генге байланысты болуы мүмкін, алайда оны көрген жандардың бойындағы түрлі эмоциялар көтеріледі дағына, оны әлеуметтік желіге жазады, қалдырады, түрлі ситуацияға. Яғни бұның барлығы эмоционалды қоқыс. Ерке қазір бола қалды, шетелде жүр, кигені анау, жеген алдында, жемеген артында, оның барлығы менің еңбегім. Неге қоқыс деп айтамын? Егер сіз сол көтеріліп тұрған агрессиямен үйге барсаңыз, тарсылдатып балаңызды ұрып тастауыңыз мүмкін, немесе үйдегі адамдармен ұрсып қалуыңыз мүмкін, тіпті көлікті қатты айдап келе жатып бір жерге соғылып қалуыңыз мүмкін, қоғамдық орында біреулерді боқтап жіберуіңіз мүмкін, ашуыңызды ұстай алмай, немесе іштегі түрлі нәрсені ұстай алмай, өзгеге қол көтеріп қоюыңыз мүмкін. Бұның барлығы қоқыс негізі. Және оны біз
арнайы бөлек шығарып тастайық деп, мысалы біз арнайы әжетханаға барып, кез келген жерді былғай алмаймыз ғой, арнайы әжетханаға барамыз. Эмоционалды қоқыс та болады. Біз арнайы бір жерге барып шығармай, керісінше оны кез келген жерде, жақының ба, алысың ба, таныс, бейтаныс, әлеуметтік желі, басқа жер, кез келген жерді былғап жүрген жайымыз бар. Яғни бұндай адамдарды токсичный адамдар деп айтамыз, вампирлер, осы бір жақындамай-ақ қояйықшы, өзі бір негатив айтады да жүреді деп, ондай адамдардан көп қашамыз. Яғни негативі асып, тасып, өзі көтере алмай жүрген адамдардың сол токсинді эмоцияларын, қоқыстарын шығаруға ерке көмектесті. Әрине, тек сырт келбетімен, тек образымен. Маған ренжитіні енді сен неге тек қара басыңды ойлайсың. Қазақстанда нан таба алмай отқандар көп, күнін көре алмай отқандар көп, қаншама жетім бар, қаншама адам мұқтаж көмекке деп айтады. Сондықтан да мен бірінші көмегімді ең бірінші өзімнің үйіме жіберемін. Ол ақшалай болсын, қаншама сіңілім бар, киімдей болсын, басқа қолымнан келетін нәрсенің бәрі бірінші мен өзімнің үйіме, әкеме, шешеме, бауырларыма көрсетемін. Содан кейін барып, шынымен де менде қалып жатса, басқаша көмектің бәрін көрсетіп жатырмын, қайырымдылық жасамаймын, жасап жатырмын. Өйткені ерке расында қазақ шоу-бизнесіне қыздың жаңа бейнесін, қыздың жаңа образын алып келді. Еркенің қайда әннің клипіне дейін түсірілген клиптерге назар аударсақ, ол жерде қыздар, бойжеткен қыздар қазақша көйлек киіп, әдемі көйлек киіп, өзі сыпайы, ұяң, инабатты болып, сондай бір керемет болып отыратын. Ал ерке шетелге еліктейді деген түрлі жаңағы ақпараттар айтылды ғой. Яғни ішкі еркіндігі бар, ішкі бала бейнесі еркін, өзі сондай ерке, ер адамдарға да еркелейтін, ата-анасына да, өзіне де еркелейтін, самооценкасы жоғары дейміз, өзін жақсы көретін еркін қыздың бейнесін алып шықты. Әйтеуір бір сын тағады ғой. Сол кезде немене жүріп, осы іздейді жүреді, солай деп, енді біз жаңағыда біріне бірін жалғасып кетеді деп ойладым. Өзіңіз білесіз, бейнебаянды да ақылдасқан кезде солай ойладық бәрін. Содан кейін менен қателік кетті ма? Мен мүмкін халықтың сұрағанын бере алмай тұрмын ба? Әлде мен өзім менен қателік кетті, негізі мен бейнебаянды дұрыс түсіруім керек еді, басқа ән болу керек еді бұл жерде. Бұл бұрынғы қайданың тақырыбы жабылу керек еді деген өзіме бір нелер келді. Бір жағынан енді еркелеп жаңағыдай миллионға үйреніп қалған, халықтың көңілінен шығып жатқанға үйреніп қалған. Ол енді жағады ғой, жақсы нәрсеге адам бірінші үйренеді, тез үйренеді. Сондықтан да неге олай болып жатыр деп. Бұл әрине көп адамның эмоциясын тудырды, әсіресе еркенің өзі айтқан еді кезінде, барлық аудиторияны қамтығым келеді деп. Как ни странно, я в основном замечаю, что мне бабушки, дедушки подходят, говорят: ой, какая ты хорошая, у тебя песни хорошие. Самое главное, все говорят, что мои песни нравятся. И, конечно же, это для меня вот очень приятно. Мне кажется, вот люди взрослые и вот средняя аудитория, мне кажется, меня больше слушает, чем молодежь. Но я не скажу, что прям молодежь меня вообще не слушает, не знает, кто такая Ерке Есмахан. Нет, хотелось бы, чтобы весь Казахстан меня слушал, вся аудитория, и молодежь, средние, и взрослые. Иә, бұрынғы клиптерінде талғамы биік, жоғары диапазонды әндермен, қазақша киімдермен, жазық далада сондай керемет бір әсер беретін, жоғары деңгейдегі деп өзі айтқандай сондай әндерді айтса, ол жерде әрине продюсері Баян Есентаеваның талғамы, оның көзқарасы, оның деңгейі, оның осы уақытқа дейін жиған тәжірибесі барлығы білініп тұрған еді. Ол жерде ерке болған жоқ еді. Сондықтан әрине үлкен адамдар назар аударып жатты. Десе де бұл жерден еркенің барлық аудиторияны, әсіресе жастарды қамтығысы келетін қалауын естіп қалдық. Ал продюсерінен шығып, өзі сепарациядан өтіп, өзінің арман мақсатын қалауын өзі қолға алған кезде,
өзі жасап кіріскен кезде әрине Еркенің өзін байқаймыз. Ерке, еркін ерке, және бұл жаңа леп алып келді. Көптеген адам, әсіресе үлкендер, қазақ қызы ондай болмаған, ұят болады, секең дегені несі, жігіттерді іздегені несі деп эмоциясын шығарса, ер адамдар керісінше, қыздар да қарайды екен ау, қыздар да іздейді екен ау, ішкі жігітті кездестіргісі келетін, махаббатты кездестіргісі келетін ішкі қалауын айталады екен ау деген сияқты ойға қалса, пәк махаббат болса, шынымен біреуді жақсы көріп қалсан, бар жүрегіңмен, бірақ өзге ұлт өкілі болса, тимейсің, шықпайсың. Мүлдем, оны қарастырмайсың. Мүлдем. Солай ма? Мен өзімнің тарапымнан, иә. Ал көптеген қыз балалардың ішіндегі ешкімге айта бермейтін сырын дөп басты. Яғни өзінің сүйіктісін немесе жан жарын, тірек болатын азаматын кездестіргісі келетіні, менің күйеуім қандай болады екен деп отырып қиялдайтын, өзінше сол жігіттің сұлбасын сызатын, ешкімге айтпайтын құпияны Ерке алдыдағына клиппен көрсетті. Бұның барлығы эмоцияны туғызды, және әсіресе кішкентай балалар көп билеуші еді ғой, өте көп көрді, оларға ритм және Еркенің клиптегі еркін ішкі бала бейнесі. Өйткені бұл балалар үшін өте қызық. Олар энергияны өте жақсы сезеді. Бір өмірде кездесіп екеуміз көңіл жарастырып кетсек, міне 20 жастағы жас баланың басын айналдырып алыпты, мына Ерке деп айтады ғой. Міне, халықтың эмоциясына әсер етудегі тағы бір пункт осы әндер болуы мүмкін, әннің такты болуы мүмкін. Сондай-ақ ең маңыздысы Ерке өзінің өміріндегі түрлі оқиғалар арқылы халықтың бойындағы негативін, көзқарасын, пікірін, өте көп эмоцияларды шығарды, және тойға барсақ та, жинала қалсақ та. Біткен іске сыншы көп дейді ғой, сын көп болғаннан кейін, ол да жақсы деп ойлаймын. Бір дүниені шығарып, ешқандай да, жаман пікірді, жақсы пікірді болмай, көзге ілінбей қалып кетсе, ең жаманы сол. Кез келген жиындарда талқылауға тақырып тауып берді, кей адамдар бар, үйдегі, әсіресе дастархан басында, үйдегі адамдармен бір-біріне тікелей сезімдерін, өзінің ойын, ішкі күйін жеткізе алмайды. Біреулерді әңгімелеу арқылы жақындасатын отбасылар да бар, яғни Ерке көп отбасын дастархан басында жақындастырды деп ойлаймын. Өйткені бәріміз жабылып, тырнақшаның ішінде Еркені жамандасақ, біз жақсымыз, ол жаман деген сияқты адамдарға түрлі бір процесстерді берді. Сондай тайыздыққа мен таң қаламын да. Егер мен даже демалып жатсам да біреумен, менің жеке өмірім ғой, мен түзетпей-ақ қойыңыздаршы. Ерке Есмахан болып, концертімді беріп, тойларда адамдарға көңіл сыйлап, қаншама бүлдіршіндер менің әнімді айтып жүр, жаман ән айтып жүрген жоқ. Мен қаншама осына жетістікке жетіп, мен жаман үлгі беріп отырған қыз емеспін ғой. Еркенің алғашқы некесі танымал адаммен болды, және оның қосылуы, ажырасуы халық арасында талқыға түсіп кетті. Одан кейінгі өнер жолындағы процестері де халыққа айқын көрсетіле бастады, және Ерке бұл хайп деген өмірінде болған әр ситуацияның ел аузына таралып кетуінің пайдасын бірден түсінген сияқты. Яғни ендігісі үнемі халыққа эмоциональный выброс беру үшін, халыққа үнемі талқыланатын тақырып беру үшін, үнемі ел алдында жүру үшін, жалпы өзінің аты барлық жақта аталу үшін, кез келген бақ құралдарынан шығу үшін, танымалдылығын арттыру үшін, өзінің өміріндегі ситуацияларды құрал қылып пайдалана бастаған сияқты. Арнайы жеке өмірі үнемі талқыға түседі, болып жатқан оқиғалардың өзі өте көп дауға ұласып кетеді, байқасаңыздар. Яғни бұның барлығы кездейсоқ, байқамай болып қалған нәрсе емес, арнайы жоспарлы түрде жасалған сияқты, және оны Ерке танымалдылықты өте жақсы пайдалана алды деп ойлаймын. Өйткені неғұрлым танымал болған сайын, соғұрлым сұранысы артады, ал сұраныс артқан сайын баға көтеріледі. Ән салатын банкеттерде, тойларда, ал баға көтерілген сайын әрине табыста көбейеді. Оны өте жақсы білесіз. Жалпы YouTube кеңістігінде қазір 150 миллионға жетті
жетіп қалды. Қайда әннің клипі YouTube кеңістігінде бұндай рекордты жарған Ерке Есмахан, алғашқылардың бірі болып, әлі ол рекордты жаңартқан ешқандай жобаны байқамадық, әсіресе осы клиптер арасында. Сондықтан мұның дәмін татқан Ерке және өте мықты бір маманнан консультация алған сияқты, яғни үнемі осындай рекордтарды немесе просмотр санын алып отыру үшін үнемі халықтың талқысында болу керек, көз алдында жүру керек, аузында жүру керек екенін түсінді деп ойлаймын. Сондықтан Еркенің бұл тәсіліне тек тамсануға болады, өйткені жетістік үшін қолданып жатқаны. Өзім жоқ, Ерке, сен бәрін дұрыс жасадың, не болса да бұл сенің еңбегің деп сөйтіп қарадым. Содан кейін қарасам, ютубтағы бейнебаянның қаралымы кәдімгідей кетіп жатыр. Өсіп жатыр, иә, өсіп жатыр. Лайк өзіңіз көрдіңіз қанша, енді ондай. Егер сіз өз кәсібіңізде, өз қызметіңізде, өз шығармашылығыңызда жетістікке жеткіңіз келсе, адамдарға, яғни халыққа пайдасымен қоса эмоциясы да болу керек екенін түсіндіңіз деп ойлаймын, иә. Әйтпесе біздің қазақ өнерінде, қазақ мәдениетінде өте керемет шығармаларды жасап жүрген, өте көп той әнін жасап жүрген түрлі адамдар бар, түрлі авторлар, түрлі орындаушылар бар, иә. Неге кейбіреуі өнерлі бола тұра атпай қалады деп айтайық, неге кейбірі керісінше өнерлі болса да, дауысы болса да, мысалы Ерке сияқты және басқа да жақтарынан танымал, ел аузында жүреді және ақшасы көп деген сияқты сұрақтың жауабы осы міне, яғни халыққа беретін пайдаңыз және халыққа беретін эмоциясы болу керек. Жалпы біз кеңес үкіметінен кейінгі кезеңде, әсіресе түрлі соққыдан кейін біздің ұлтымызда жиналған, халқымызда жиналған қайғы, мұң, неше түрлі сезімдер, әбден қиындық көргендегі сезімдерді шығару үшін, есіңізде болса, бір кездері термелер, одан кейін өте мұңды әуендер, әсіресе жылайтын, қайта-қайта қосып жылайтын адамның барлығы шерін шығарып жатты музыкамен. Одан кейін естеріңізде болса, Бауыржан шоу, Тамаша, Шаншар бір кездері бірден хит болып кеткен еді, бір уақытта байқасаңыздар, яғни адамдар қайғыдан кейін де күлуге болады екен, біз еңсемізді көтерейікші деген сияқты сондай кезең өткен. Телебағдарламалар шықты, түрлі концерттер, шоу-бизнес өкілдері бір бум болды сондай музыканың көмегімен. Одан кейін әрине той әндері шығып жатыр. Қазір халық ақырындап эмоциясын, сезімдерін, шерін тарқатып болып, енді менің ойым ары қарай психологиялық тұрғыдан сау болу, емделу, жанын емдеу және де шығармашылықпен айналысу, ғылыммен айналысу, қандай да бір өнеркәсіппен айналысу деген қадамдарға келе жатыр деген ойдамын. Сондықтан біздің өнерпаздар, әншілер, олар өзінің әннен де бөлек осылай халыққа эмоциялық тұрғыдан көмегін тигізді, функциясын атқарды деп айтсақ болады. Келесі соңғы пункт бұл Еркенің өзімен мықтап жұмыс істегені және өзінің ресурстарын өте мұқият қолданып жүргені. Өнерде осындай жаңағыдай басқа жаққа көңіл бөлмей жұмыс жасағаннан кейін осындай жетістікке жеттім. Енді жаймендеп демалуға болады, жаймендеп кішкене жеке өмірге көңіл бөлуге болады. Ерке бір психологиялық тұрғыдан өзімен өте жақсы жұмыс істегенін байқаймыз. Бәлкім айналасындағы жандар көмектескен шығар, бәлкім бір маманға барған шығар десе де, ішкі түрлі қорқыныштардан, түрлі кедергілерден, түрлі тревогадан, мынау подавленность деп айтамыз ғой, сезімдердің тұншығуы, эмоциялардың тапталуы, әсіресе өзіңді ысырып тастап, өзгеге жақсы көріну, өзгеге бір жақсы баға алу үшін удобный болу, ыңғайлы болу, ол пункттердің барлығын ысырып, Ерке ендігісі өз қалауын жүзеге асырып, өзінің шығармашылығында да түрлі эксперименттерді жасап, әйтпесе енді
кино түсіру, ол киноның бас продюсері болу, өзін актриса ретінде таңдауы, күнделік шығару деген сияқты түрлі эксперименттерге баруы, бұл өте маңызды, өйткені батылдықты қажет етеді. Көп адам халықтың сөзінен қорыққаннан, халықтың сұранысынан айырылып қалудан қорыққаннан ондай қадамдарды жасай бермеді. Ерке оны жасады. Сондай-ақ тағы да жаңағыдай бақ деп түсіндім. Мен ойлаймын, енді бұл менің бір мүмкін жақсы адам шығармын. Бір маған берген бір жақсылығым болып тұр. Ерке бойындағы агрессиясын өзіне ресурс ретінде, бензин ретінде өте мықты қолдана алатын байқауға болады. Әсіресе Алло әнімен болған конфликттен кейін, яғни оны Төреғалидың тарапы алып қойған, енді ол шуды білетін шығарсыздар. Содан кейін Ерке біраз күйзеліске түскен дағыны. Келеңсіз әңгімелер болды. Әрине бұл менің біріншіден жүрегіме батты. Тек қана менің емес, менің қанша ата-анам, бауырларым, жақын адамдарымның жүрегіне батты. Ол кісілер туралы ойламаған шығар мүмкін Төреәлі мырза. Бірақ өте қиын болды. Ешкіммен ұрыспай, таласпай, сөз қайтармай, ешкімге дәлелдемей, сол бензинді, бойындағы ашуды, агрессиясы жаным кеп тұр, не істесем екен деген сезім болады ғой. Сол бензинді алып, қайда әнін, клипін түсіріп дайындап шықты. Көп кешікпей шықты дағыны, ол бүкіл рекордтарды жарды. Одан кейін солай бойындағы агрессияның ресурсын қолдануды өте жақсы қолға алғанын байқаймыз. Сол тек қана Алло осы Қазақстан шоу-бизнесінде деп рекорд жасаған, орнатқан. Осы деп ойлаған шығар. Енді осыдан кейін Ерке не істейді деп ойлайсың деп ойлады ма? Енді маған сенбеген адамдар да болды. Осылай, енді не істейді дейсің деген сияқты да бір қатты сөздер айтқан адамдар да болды. Бірақ бәрі уақыттың еншісінде тағы да айта кетейін. Көп уақыт өтпей, міне басқа әнші емес, басқа емес, сол даттаған Ерке Есмахан өзінің жоқ, менде шынымен де талант бар, менде шынымен де өнерге деген сүйіспеншілік бар, және халық мені сүйеді. Өнерге деген құрмет бар менде, сахнаға деген құрмет бар. Ондай сөздерге мен көп құлақ аса бермеймін, өзім жұмысым жасадым, міне сөзбен емес, іспен дәлелдедім деген сияқты бір уақытпен солай алып келді. Және Еркенің эмоциялары өте тірі. Соның бәрін ішіме сақтап жүрем. Инстаграмда жазған бір қатты сөздер, сырттан келген, өзімнің қасымда жүрген, тарапымда жүрген, өзімнің әріптестерімнен де қатты сөз естісем де, соның бәрін шыдап жүрем. Бірақ бір күні бір болмайтын нәрсеге бір көйлегімнің бір жер жыртылып қалса, соны көріп жылай салу мүмкін, өйткені оның бәрі шыдап келіп бір кезде жарылу деген ойлаймын. Солай өзім сезінемін. Еркін жылай алады, еркін күле алады. Екеуміз қатты күліп отқан жоқпыз ба? Сондай болу керек, керісінше. Әйтпесе сол болу керек. Сондай выпустар ең инабатты, ибалы қазақтың қызы. Ой, бұл. Кім үшін? Тарқылдап. Кімді алдамақшысың? Және өзін агрессиямен қорғай алады, өзгеге жалтақтау жоқ, және өзінің ашықтығын, ішкі қобалжуларын, немесе қандай да бір күйзелісте болғанын, немесе жетістікке жеткенін, жалпы барлық нәрсені еркін көрсетеді. Еркін, өте еркін адам. Өзгелерге ыңғайлы болмағаны үшін көп жандар бәлкім оны тым ырбақай, тым тәлпіш деген сияқты түрлі қарқылдап күле береді, аузына келген айта салады деген сияқты түрлі хейттарды жазып жатуы мүмкін. Алайда Ерке ендігісі ол бүкіл ресурсын өміріндегі, бүкіл саласындағы ресурсын табысқа айналдыра алған адам, ақшаға айналдыра алған адам, және өзінің қазіргі карьерасына
қолдана алған адам. Ресурстарын санап көрейік. Жалпы біздің бойымызда ресурс өте көп. Жаңағы ашудың, агрессияның ресурсы дедік, яғни сізге біреу жамандық жасаса, әдейі аяқтан шалса, онымен алысудың қажеті жоқ. Жының келеді, ашуланады, бірақ оның энергиясын жаңа дүниеге пайдалану. Өзіңнің жобаңды жасау, басқаша көзқараспен жасау деген сияқты дүние. Сондай-ақ еркенің айналасында көмекшілері, костюмерлері, тағы көп салада өзінің сіңілілері, әпкелері, туыстары жүреді, достары жүреді, оны үнемі айтады. Сондай-ақ ерке адамдармен тіл табысқыш, яғни коммуникация жағы өте керемет, өзгелермен тез контактқа түсе алады. Бұл еркенің ашықтығынан болуы да мүмкін, оны болжаймыз солай. Яғни адамдармен тез тіл табысқандықтан түрлі салада оның досы көп. Журналист достары, актер, осы медиа саласында жүрген танымал адамдар, немесе басқа әншілер болуы мүмкін. Бұның барлығы ресурс, және сол достарының ресурсын өзінің танымалдылығына қолданды. Яғни түрлі бағдарламаларға барды, түрлі сериалға түсті, киноға түсті, өз киносынан бөлек. Сондай-ақ өміріндегі болып жатқан ситуацияларды ресурс ретінде қолданды, өйткені үнемі адамдардың эмоциясына азық тастап отырды. Үнемі ойлаңыз, адамдардың эмоциясы хейт деген нәрсе, жаман пікірлер. Аш қасқыр деп елестетіңіз. Мына ав деп үнемі тұр мына жерде, және ол аш қасқыр өліп қалмасы үшін, үнемі тірі тұру үшін оған тамақ беріп тұру керек. Ал ерке үнемі тамақ лақтырып тұрды. Біресе жеке өміріндегі ситуацияны айтады, біресе тағы бір нәрсе шығады. Әйтеуір тапты. Қасқырларды тамақтандыратын, тамақты беріп отырды. Және парақшасындағы оқырмандарының белсенділігін, қараңыз, ресурсты қалай қолданған, өте мықты стратег. Парақшасындағы оқырмандарының белсенділігін жарнамаға қолданды. Яғни өзінің сөзіне құлақ түрсек, бір жарнама үшін қомақты ақша алады. Жарнамаға ұсыныс келеді, және де ең көп алған сыйлығым 2.800.000 теңге. Бір жарнама үшін. Бір жарнама үшін. Және әрине бұның барлығы еркенің тойда, әнде, ән айтқанда бағасының қымбатырақ болуына, жалпы табысының артуына алып келеді. Міне байқасаңыз, ерке бойындағы бүкіл ресурсты, біз сырттан ойлаймыз ғой, ол үнемі жаман сөз естеді, үнемі елдің алдында шуға қалады, дауға қалады, түрлі қарғыс естеді деген сияқты. Оның барлығы қыз баланың жүрегіне қатты тиюі мүмкін, ондай пікірлерді үнемі ести беру. Десе де, ерке бұны түсініп, тез арада өзін жинап алып, және психология жағынан өзімен мықты жұмыс істеп, ішкі тірегін, ішкі діңгегін қалыптастырып, стратегия құру арқылы бұның барлығын ресурс ретінде ақшаға айналдыратын кәдімгі негізгі материалдар ретінде қолданғанын байқауға болады. Әрине бұл болжам. Сенің әрбір қадамың туралы неге бұқаралық ақпарат құралдары оны бұрмалап жазғыш? Қалай ойлайсың? Неліктен? Мен өзім таңертең ұйқыдан тұрған кезде мен туралы бүгін не жазды екен? Бүгін күйеуге шықтым екен, қарап отырамын, бүгін не істедім екен, қай жерге барып дұрыс сөйлемей қойдым, не айтып қойдым деп, соның бәрін өзім нелерден қарап отырамын, жаңалықтар жазатын сайттардан. Мен ойлаймын, енді бұл маған керісінше ойлаймын, бұл маған берген бір бақ шығар. Өйткені менің жеке өмірімде, өнерімде не кидім, қайда бардым, қалай жүрдім, отырдым, тұрдым, барлығы қызық. Мен сол үшін осы кезге дейін жұмыс жасап келдім ғой. Осылай жаңағы неде жүру үшін, әрқашанда елдің аузында жүру үшін. Егер дәл осылай болып шығатын болса, еркеге тек қана құрмет. Өйткені мен шын мәнінде еркені өте қатты құрметтеймін, жеке пікірімді білдіретін болсам. Еркеге өте қатты сүйсінемін, құрметтеймін, өйткені өте еңбекқор. Өте еңбекқор, өмірінде кездескен түрлі ситуацияларға сүрініп жатып қалмай, немесе жылап сықтап, өзінің жан жарасымен кетіп қалмай, тез арада аяққа тұрып, өзін қолға алып, өзінің шығармашылығын жасап, халыққа жаңа леп алып келіп, жаңа бағыт алып келіп, ешкімнің сөзіне, өсек аяңға, жан жақтан болған шабуылдарға назар аудармастан, өз мақсаттарына ракета сияқты жылдамдықпен
қысқа уақытта жеткен жанның бірі. Және өте сұлу, мүсіні өте әдемі, білеміз. Және еркелігін, қылығын жоғалтпаған. Қызда қылық болмаса, құр шырайдан не пайда деген сөз бар қазақта. Яғни қылық өте маңызды екенін айтып кеткен. Сондықтан сіздің өміріңізде де өте көп ресурс бар, достарыңыз бар, осы уақытқа дейін жиған қабілетіңіз бар, біліміңіз бар, тәжірибеңіз бар, коммуникация, нетворкинг, тағы не бар. Бүкіл мүмкіндіктерді ресурс ретінде, шикізат ретінде алып, мақсатыңызға қолдансаңыз, сіз де тез арада жетістікке жете аласыз. Алайда оны стратегиясын құрып, дұрыс бағытта қолдана алу үшін психологиялық діңгек керек. Яғни сіздің ішкі жан дүниеңізбен жұмыс керек, сезімдеріңізбен, түрлі травмаларыңызбен, эмоцияларыңызбен жұмыс керек. Міне, Еркенің өзгерісінен көз алдымызда байқамаған да шығармыз, қазір тіпті не болып кетті, неге осылай, неге бұл ақшасы да көп, күйеуі де бар, жігіттер де бар, жеке өмірде бар, саяхаттайды, сұлу, күшті киінеді, қымбат дүниелерді алады, халықтың алдында неге деген сияқты түрлі сұрақтар туындаса, бұның міне осы талдау арқылы жауабын көрсетуге тырыстым. Бұл талдауды қорытындылай келсек, жетістікке жету үшін бірнеше пункттер маңызды екен. Соның ең бастысы бұл психологиялық саулығымыз. Ішкі күйіміздің саулығы, ішкі тіректің, ішкі діңгектің болуы. Байқадыңыз, ішкі еркіндіктің болуы. Одан кейін әрине ресурстарымызды дұрыс қолдана алу және өзгеге беретін пайда, эмоция, оның барлығы маңызды екен. Мынадай сөз бар ғой, көп ақша адамды өзгертіп жібереді, олар көтере алмай қалады деп жатамыз, әсіресе интернет кеңістігінде осы танымал, қалталы адамдардың посттарының астынан көп байқаймыз. Көп ақша адамды өзгертпейді. Адам өзгергеннен кейін көп ақшаға есіктер ашылады. Тағы қайталағым келеді. Көп ақша адамды өзгертпейді. Адам өзгергеннен кейін көп ақшаға есіктер ашылады. Сондықтан өміріңізде аяққа нық тұру үшін, жетістікке жету үшін, табысты болу үшін, ақша тапқыңыз келетін шығар, мақсаттарыңыз, армандарыңыз бар шығар, әсіресе құрбыларым, сіңлілерім, замандастарым, тұрмыс құрғыңыз келетін шығар, бақытты жеке өмірін жасағыңыз келетін шығар, өзіңіздің. Немесе ажырасқан қыз-келіншектер болуы мүмкін, жалғыз тұрап жүрген сіздердің барлығыңызға осы талдаудың соңында айтқым келеді. Ең маңыздысы бәрінен бұрын, сыртқы факторлардан бұрын біздің ішкі күйіміз. Егер ішкі жан дүниемізді емдеп алмастан, бір проблемадан құтылып кетемін, өмірімдегі қиындықтардан, не істеймін, не қоямын, әсіресе универ бітіріп алып, ары қарай қайда барамын, маған түсініксіз үлкен өмір деп, оның барлығын тастап, күйеуге шығып кетсем, барлығы жақсы болып кетеді, бақытты болып кетемін, проблеманы тастап, мына жаққа қашып құтыла аламын деп ойлайтын болсаңыз, әсіресе өкінішке қарай, міне, Еркенің мысалында келтірдік, көптеген қыз-келіншектердің мысалында келтіруге болады. Сіз проблемадан қашып күйеуге шыққанда, проблема бірнеше есе көбейеді. Яғни ажырасу, сосын жалғызбасты ана болып баланы тәрбиелеу, асырау, балаң бола тұра қосымша табыс табу, жұмыс істеу деген сияқты түрлі күрделі ситуацияларға жалғасып кете барады. Сондықтан күйеуге шықпас бұрын, әрине, мені тыңдайтын жан болса, еститін жан болса, ішкі жан дүниені реттеп, психологиялық саулықты дұрыстап алып барып күйеуге шыққанда ғана екі сау адамның сана деңгейінде махаббат сезімімен бірге бас қосатын және бұл одақтың бақытты әрі баянды ұзақ болатынын түсінуге болады, оны астын сызып айту маңызды деп ойлаймын. Ал егер ішкі діңгекті, ішкі тіректі, өзімізбен жұмысты қалай бастаймыз, неден бастаймыз десеңіз, психолог мамандар өте көп, тіпті менің инстаграмыма, басқа да парақшаларыма тіркеліңіз, терапиялық курстарым бар, жеке жұмыс істеуге болады, нұсқа өте көп. Бастысы осы идеяны түсінсеңіз болғаны. Міне, Еркенің сұхбаттарын
елдің алдында жүрген образын жинақтау арқылы, талдау арқылы осындай маңызды ақпаратты жеткізгім келді. Міндетті түрде пікір жазыңыз, лайк басыңыз, өзіңізге қай ой ұнады, оны да қалдырып кетсеңіз болады, бөлісіңіз. Жаңа бастап жатқан менің каналыма, жобама сіздің қолдауыңыз өте қажет. Келесі талдауда, келесі видеоларда кездескенше құшақтадым.